Балаңыз неге тіл алмайды? Осы сұрақтың жауабын білгіңіз келе ме? Ендеше менімен бірге болыңыздар. Сәлем, құрметті достар, сіздермен Әсем Нұр. Бүгін сіздермен баланың тіл алмауының негізгі 4 себебін және үлкендердің қандай қателік жібермеуі керектігі жайлы айтатын боламын. Менімен бірге болыңыздар, каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Видео сізге пайдалы болса, міндетті түрде достарыңызбен бөлісіп отырыңыз. Баланың тіл алмауының бірінші себебі ересектердің назарын өзіне аударту үшін. Бала дамуы нәтижесінде өзіне жеткілікті көңіл бөлінбесе, тілазарлық қылықтар арқылы өзіне назарын аудартады. Екінші, өзін өзі көрсету. Ата-ананың бұйырып сөйлеуі балаға кері әсерін тигізеді. Осының нәтижесінде бала кереғар қылықтар жасай бастайды. Бала өзін жеке тұлға ретінде көрсеткісі келеді. Үшінші, кек алу мақсатында. Мәселен, отбасында ата-аналар ажырасып кетсе, кенже ұлға көбірек көңіл бөлінсе, отбасындағы кері атмосфера балаға теріс әсерін тигізеді. Төртінші, өзіне деген сенімсіздік. Көп сынға алу нәтижесінде баланың өзіне деген сенімсіздігі пайда болады. Осы мәселені шешу үшін үлкендер қандай қателік жасамауы керек? Бірінші, балаңызға өтірік айтпаңыз. Екінші, балаңызға көбірек көңіл бөліңіз. Үшінші, балаңызды тым қатты еркелетпеңіз. Төртінші, балаңызға тым қатты қатал болмаңыз. Бесінші, балаңыздың қатарластарымен араласуына мүмкіндік беріңіз. Алтыншы, балаңызбен достық қатынас құруға тырысыңыз. Балаңызға сіздің мейіріміңіз, махаббатыңыз өте қажет. Сіздермен болған Әсем Нұр. Міндетті түрде каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Егер видео сізге пайдалы болса, достарыңызбен бөлісе отырыңыз.